Üstürtте bir жылдық һәм көп жылдық өсімдіктердің 450-ден зият түрі өседі. Әсіресе жусан, селеу, бүйірген, шытыр сияқлы жұғымлы от шөптеріменен 500 мың басқа дейін түйелер менен жылқыларды, қойларды бағу имканияты бар. Үстірттің келешегі үлкен. Республикамыз президенті Үстірт 21-ші асырдегі Өзбекстанның келешегі болады деп, оның жер асты байлықларын зерттеуге үлкен диққат қаратылуы зарur екендігін атап көрсеткен еді. Соңғы жылдары Үстірттің келбеті тез пәтпенен өзгеріп жатыр. Бұрын түйе каруанларын тартқан саудагерлер жаздың мыс қайнаған ыссы күндері менен қыстың аязында мәһәргі күзгі жауын шашында Үстірт арқалы өтуге қиналған болса, өткен асырдың екінші ярымында Қоңырат Бейнеу темір жолының құрылып біткерілуі нәтижесінде Үстірттің келбеті өзгере бастады. Соңғы жылдарда бұрынғы Ұлы Жібек жолының аңғары менен Қоңырат пенен Қазақстанның Бейнеу қалалары аралығында автомобиль жолын құрып біткеру мақсатында жол құрылысы жұмыслары жүргізіліп жатыр. Қарақалпақстанлы жол құрушылар қысқа уақыт ішінде осы жолдың Қырыққыз поселкасынан Қазақстан шекарасына дейінгі 240 шақырым аралығын құрып біткерді. Бұл жолдың ені 12,5 метр, соннан 9,5 метр аралығына асфальт жайылып жатыр. Жол құрылысы жұмыслары Тақиятастағы жол көпір құрылысы басқармасы құрылысшылары тарапынан жүргізілмекте. Жол толық құрылып біткерілгеннен кейін, ол мемлекетімізді батыстағы елдер менен тұтастырушы бірден бір автомагистраль болады.
үстүрт табигый түз кәнләренә бай өлкә. Ол жердегі Қараүмбет кәнінің табигый түзі ұзақ жылдардан берлі ас түзі сыпатында һәм қожалық мәселелері үшін пайдаланылып жатыр. Ал орайлық Азиядағы ең ірі түз кәнләрінің бірі бұл Барса келмес кәні. Жергілікті халық арасында Барса келмес туралы түрлі әңгімелер, риwаятлар бар. Олардың басым көпшілігінде осы кән түзі майданының жүдә үлкенлігі, ол жерге барған адамлардың адасатығыны, қайтып келмейтігіні хақында айтылады. Соңғы дәуірде бұл кәннің түз байлығынан ел, халық иімлігі үшін пайдалану мәселесіне үлкен диққат қаратылды. Барса келмес кәні үстіртте құрылып атырған Қоңырат сода заводының текарғы шикізат кәні болып белгіленген. Сода заводы құрып біткерлігеннен соң, кархана толық қуатында іслегенінде де, шикізат қорының 50 жылға толық жететіғыны дәлелленген. Қазір Қоңырат сода заводының текарғы өндіріслік цехлары толық құрылып біткеріліп, іске қосуға таярлық көріліп атыр. Енді көп ұзамай, бұл жерде халық қожалығында көп қолданылатығын техникалық тұз һәм каустик сода істеліп шығарыла бастайды. Бұл гигант кархананы құрып біткеруге қазір
Қытайдың Ситик компаниясының һәм Өзбекстанлық қанегелер белсене қатнасып атыр. Темір жол бойында жаңа қалашалар, поселкалар бой тікіліп, үстірт арқалы магистраль газ, су тармақлары тартылды. Ел абат. Қаресізлік жылларында бүйнет болған қалалардың бірі. Қаланың ірге тасының қаланғанына көп уақыт болмаса да, өткен қысқа уақыт ішінде бұл жерде жұмысшылар үшін көп қабатлы тұрақ жайлар, мектеп, бала бақша, емлеухана, банк имараты, мәдениет сарайы һәм басқа да мәдени тұрмыс имаратлары құрылып біткерілді. Қала көшелері көп қабатлы имаратлардың атрапы, жол бойлары жап-жасыл қиябанлары бағларға айландырылды. Сүйікті шайырымыз Өзбекстан қаһарманы Абдулла Арипов айдар тағып атын қойған бұл қала хақиқатында да елі абат, тұрмысы парауан жұртқа айланып баратыр. Жақында ғана арбаның ескі дөңгелегін ойыншық еткен ауыл баласы бұрынғы жайлау орнынан тікленген кархана һәм қалаға хәуес пенен нәзер тасламақта. Себебі оның өзі де көп ұзамай, осы жерде ашылған жоғарғы оқу орнында білім алып, кархананың жетекші қанегелерінің бірі болады.